Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің студиямызда ас үйде қадірменді қонағымыз Қосылайық бағдарламасының жүргізушісі Диана Скатова. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қош көрдік Балауса, қош көрдік Нұржан. Көргеніме сіздерді өте қатты қуаныштымын және студияларыңыз өте әдемі екен, сондай бір әсерлі, өте ыңғайлы, күшті ұнады маған. Әдемі де өше құрметті көрермен, мен көріп тұрып, Нұржан не деген бақытты деп тұрған шығарсыздар. Әдемі студияда, әдемі қыздармен бүгін әңгіме айтамыз, қызықты жаңалықпен бөлісеміз, сондай-ақ тағам жасаймыз. Иә, таңғы ас. Енді Диана, не дайындаймыз? Және бұл тағамды жалпы өзіңіз күнде жейсіз бе? Иә, және бірден ойыма осы таңғы асты әзірлеу түсті. Неге десеңіздер, өйткені мен өзім жалпы дұрыс тамақтануды ұстанамын. Спортпен шұғылданғаннан кейін мен үшін міндетті түрде тағам өте пайдалы болу керек. Зиянды қоспалары, химиялық қоспалары мүлдем болмау керек. Және бүгін таңғы ас гранола, чиясы бар. Сондай бір фитнес завтрак деуге келеді, енді орысша айтсақ. Сол үшін фитнес таңғы асты бірге әзірлейміз. Яғни күнде осындай ештеңе жоқ, құрметті көрермен, фитнес таңғы ас болайын деп тұр. Құрамы қандай өнімдер? Ең бастысы бұл жерде йогурт. Қанты жоқ, тек қана грек йогурты деп айтсақ болады. Таза және сұлы дейміз ғой, көбісі сұлы ботқасын жей бермейді. Жегісі келмейді екені, қатты бір дәмді деп айта алмаймыз. Ал бұл жерде сол сұлыны пешке бұқтыру арқылы, я болмаса кішкене бір 15 минутқа қыздырып алғаннан кейін осындай бір күйге, қалыпқа айналады. Сол үшін бірінші йогуртты Диана, мен деген сіз жемшелікті тұрасаңыз болады. Турай берейін. Құрметті көрермен, бұл жердегі барлық өнімдермен таныстыра кетсек, жалпы бұл жерде банан бар, құлпынай бар, және сіз сұлы таныстырдыңыз, йогурт дедік, және бұл жерде жаңғақтар және чия дәндері. Түрлі жаңалықтар үйде бар, кез келген әрбір үйде табылатын өнімдер, жалпы құрметті көрермен. Қиын ештеңке жоқ, бір жасалуда қиын емес сияқты. Дәм тататын мен дәмін татқанын айтамын. Сіздерді бізбен бірге жасаңыздар. Енді Диана ханым, Қосылайық жобасының бір маусымы аяқталды. Аяқталуға жақын. Жақын қалды дейік. Бұл маусым несімен сізге есте қалды? Көрерменнің несімен қалды деп ойлайсыз? Көрерменнің көз айына айналған жұп кімдер? Және енді бірінші сұраққа бірден жауап бере кетейін. 2 күн бұрын біздің студияда тікелей эфирде маусымның алғашқы тойы тойланған еді. Нұржамал және Хоршет, рахмет үлкен, көптен күткен той деуге келеді. Және сонымен қатар алдағы уақытта 27-ші маусым күні бізде тағы да сырға салу рәсімі болады студияда. Күнде той, күнде думан дейсіз сіздің студияда. Аллаға шүкір. Ой, келіңіздер. Енді Диана, мен айтып жіберсеңіз, мен осылай турай берейін, иә? Солай ыңғайлы. Ұсақтап керек емес қой. Жоқ, қажет емес, менде құлпынай қазір. Енді Диана, айтыңызшы, сіздерге енді үнемі қыздар, жігіттер келеді, иә? Жалпы жігіттердің талабы бойынша қыздар дәмді тағам дайындау міндетті ме? Иә. Жігіттер келген кезде бірден айтады, менің ата-анама келін керек дейді. Өздерін ұмытып кетіп жатады да, бірден маған емес, ата-анаман аса болды, маған да автоматты түрде ұнайды деген бір қайдан шыққан талап екенін білмеймін. Бірақ менің ойымша бәрібір ер азамат бірінші кезекте өзінің әйелін, өзінің жарын өзі таңдап, өзі ұнатып сүю керек деп ойлаймын. Өзі таңдайды ғой, жүрек қалауы тек ата-ананың деп қазақи тәрбиемен солай болады. Енді құрметті көрермен, бізде WhatsApp-тен келген сіздердің сұрақтарыңыз бар. Жаңа ханым, мен сіздерге айтып оқып берейін. Қайырлы таң. Диананы бүгін студияда көргеніміз өте қуаныштымыз, таңнан көріп отырмыз. Қандай тағам жасап жатсыздар дейді. Біз тағамыз жаңа айта кеттік, пайдалы таңғы ас фитнестік. Диана ханым, өзіңізде не жаңалық, сіз өз тұрмыстасыз ба дейді? Мен әлі тұрмыста емеспін, бірақ өзімнің сүйікті адамым бар. Аллаға шүкір, енді оны бірі білсе, бірі білмейді, бірақ мен енді өз парақшамда желіде айтып, жүктеп тұруға тырысам, жасырмаймын. Жалпы көз тиет, немесе айтамыз ғой, бақыт, тыныштықты талап етеді, жақсы көреді деген сөз. Енді менің ұстанымым Балауса сондайға жақын, бақыт, сондай бір тыныштықты жақсы көреді, көз тиіп кетеді деген сияқты. Бірақ шоу-бизнес болғанда міндетті түрде біліп алады, барлығы айтады, көрсету керек дейді. Фанаттардан еш нәрсені жасырып қалу мүмкін емес, әсіресе Қосылайықтың көрермендері барлығын тінтіп, іздеп біліп алады, агент сияқты. Мұнда сізге бір таңнан бір тілек кепті. Сәлем, Диана, өте әдемі қыз, позитивті, оратор, дәстүрге берік, сөзге шешен, нағыз қазақи қыз. Кіріп келгенде риза болып қалдым, көзім қуанып отыр. 60
159 номермен. Осылай көрермен қуанып жатыр, сізді іздеп жатыр Ой, екен. шақырсаңыздар күнде келуге дайын, бірақ енді сіздердің жұмыстарыңыз қайта қиын екен. Мен үйреніп қалғам ғой, ұйқымды қандырып, түске дейін Қослайыққа асықпай жетсем, ал сіздер 7-ден 6-дан аяқтарыңызда тік тұрып, ерлік. Таңғастың қандай этабына келдік? Міне, қараңыздар, камера жақынырақ алса, бұл жерде бізде сұлы да, йогурт та, чия дәндері құлпынай қазір балауса банандарды жақсылап салады. Одан кейін араластырып, Нұржан мырза бірден өзіңіз дәмін татып көрсеңіз. Әрі таңғылықта көп уақыт алмайды. Бірден өте жеңіл. Негізі таңғы асты көбісі ішпей жатады ғой, ал мен өзімнің бір қалыптасқан әдетім бойынша таңғы ас ішпей үйден еш уақытта шықпаймын. Мен деген жақсы қалыпты. Міндетті түрде тағам ішу керек деп ойлаймын. Кешкі асты ішпесем де таңғы асты ұмытпай міндетті түрде ішіп жүрем. Мен шынымды айтайын, таңғы асты ұмытып кететін, бірақ кешкі асты ұмытпаймын. Түнгі асты да ұмытпаймын дейсіз ғой. Түнгі бешбармақ, түнгі шай. Құрметті көрермен, жалпы кез келген аспаздарда айтады, әрбір тағам дәмді болмақты ма, дәмді болумен бірге әдемі болу керек дейді. Мұнда біздің қыздар мен әсіресе әдемілікке қатты мән беремін. Әсемдеп жатыр. Қыздар қауымы көп жақсы көреді. Бірінші әдемілеген ең көбіне сторисқа саламыз, инстаграмға бөлісеміз, не жасап жатырмыз. Жемдеп жатырмыз. Кейбір қыздар негізі инстаграм үшін ғана дайындауы әбден мүмкін. Енді Диана айтыңызшы, жалпы Қослайықта қандай өзгеріс бар, қандай жаңалық болады? Қослайықта енді қазір жаңа маусымнан бұрын бізде маусым соңына қарай жылда дәстүрлі түрде Қослайық премиясы өтеді. Көрермен дауыс беру арқылы бірнеше номинацияның жеңімпаздарын анықтаймыз. Қазір дауыс беру басталып кетті. Қандай номинациялар бар? Маусым жұбы, маусым тойы, маусым жылауғы деген сияқты ғой, маусым қоштасуы да бар екені. Бізде енді қанша жұп болса, бірнеше жұптар да бір нәтижеге қол жеткізбей екі жаққа кеткендері де бар. Өкінішке қарай енді, онсыз да емес. Сол үшін көрермен енді қазір дауыс беруді бастап кетті. Көріңіздер Инстаграм желісінде. Ал жаңа маусымға енді бел буып келем деген жандар дайындала берсін деген келеді. Бұйырса жаңа маусымның да ауылы алыс емес. Ең бастысы, жұбыңызды тапқыңыз келген жан, жаңа маусымға дайындалыңыз. Енді Нұржан, Диана ханым. Бақытты сәт, құрметті көрермен, Диана ханым мен балаусаның дайындаған, мен үшін дайындаған болып тұр бұл таңғы асты сонда. Пайдалы таңғы асты. Солай болып тұр. Енді мына әдемілікті құртқым келіп тұрған жоқ, бірақ енді қазір араластыру керек. Қараңыздаршы қандай әдемі деп өзім мақтап кеткенде құр кетпей. Мына құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер, банан да бар, құлпынай, йогурт, жаңғақ, түрлі жаңғақтар бар. Банан, чия дәндері, және осы сұлы. Ал енді өзіңіз Бисмилла. Көрдіңіздер оқырмын. Ас болсын. Өте қол жетімді барлығы көрген кезде мәссаған қиын шығар деп ойлау мүмкін, бірақ өздеріңіз көргендеріңіздей көп уақытты да талап етпейді, барлығын араластыра саласыздар, болды. Керемет, енді Нұржан, сенің реакцияңды күтеміз. Не деп айтасың? Сөз жоқ. Жасаңыздар, құрметті көрермен. Және де мындай сұлу қыздардың қолынан дәміп жатқан таңғы ас вообще керемет екен. Шынымен де өте керемет екен. Көп рахмет. Ой, Диана ханым, балауса өзіңіз де ауыз тиіпсіз. Менде де ауыз тиін, енді мен қасық алып мына жерден. Диана. Және көрдіңіздер, қолғаппен дайындадық. Барлығы тазалық, сақтық шаралары. Диана ханым, сізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Сіз өзіңізбен келіп, осындай таңғы ас жасап, бізге керемет көңіл күй сыйлап Қослайықтың керемет жаңалықтарын айтқаныңызға. Сіздерге рахмет. Істеріңізге береке тілеймін. Әр арайлап атқан таңды көрермендеріңізбен бірге қарсы алудан шаршамаңыздар. Ал қымбатты көрермен, мені жоғалтып алмаңыздар. Бүгін 14:30-да Қослайық жобасының тікелей эфирінде қайта жүздесеміз. Ал мен студияға қарай жол тартатын сияқтымын қазір. Диана ханым, үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да өте қуаныштымыз. Дәмді асыңызға да, өзіңізге де. Құрметті көрермен, ал ендеше бізде дәл қазір ауа райы, жаңалықтар және шағын жарнама, сәлден соң қайта ораламыз.